Дропер дегеніміз кім? Қалайша студенттер мен оқушылар алаяқтардың сыбайласы атануда. Бұл алаяқ.нет жобасы, біз алаяқтық схемаларды әшкерелейміз. Дропер тікелей ағылшын тілінен аударғандағы мағынасы лақтыру. Ал біздің кезеңде қазір дропер ол алаяқтықпен ұрланған ақшаларды уақытша сақтауға немесе келесі үшінші тұлғаға жіберуге арналған транзиттік шоттың иесі. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, алаяқтар сіздің шотыңызды қолдану үшін сізге түрлі көндіру жолдарымен банктен карточкалар аштырады. Сол карточкаларыңыздың данын оларға бересіз. Олардың айтуы бойынша сізге түскен ақшаның 10-20-40% өзіңізге алып, қалған ақшаны үшінші тұлғаға жіберуіңіз керек. Осы арқылы пайда табасыз дейді. Бұл дегеніміз таза алаяқтықтың жолы, сондықтан сақ болыңыздар. Әсіресе бұның құрбандары оқушылар, жұмысшы жастар, сонымен қатар қаржылық сауаттылығы төмен үлкендер болуы мүмкін. Сондықтан осы видеоны міндетті түрде жіберіп қойыңыздар. Алаяқтар сіздерден елден ұрлаған ақшаны сіздің шотыңызға жібереді. Соның есебінен егер полицияға арызданатын болса, крайний дейміз ғой, ең кінәлісі өзіңіз болып қалуыңыз мүмкін. Заңды білмеу ол жауапкершіліктен құтқармайтынын ескеретін болсақ, білмей қалдым, екінші рет қайталанбайды деген детский әңгіме бұл жерде өтпейді. Алаяқ.нет алаяқтарға жоқ дейміз, алаяқтардан сақ болыңыздар.